Баршаңызға қайырлы күн. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін өте жылдам дайын болатын пицца әзірлейтін боламыз. Қамыр илеуді еш қажет етпейтін, жұмсақ әрі дәмді болып шығатын таңғы асқа отбасыңызға жасап берсеңіздер болады. Бізге керегі қаймақ, майонез, 2 жұмыртқа, ұн, қамыр қопсытқыш, және де салмасына қызанақ, шұжық, ірімшік. Ең алдымен ыдысымызға қаймағымызды, майонезімізді салып, үстіне жұмыртқамызды жарып, венчиктің көмегімен жақсылап тұрып, біркелкі масса болғанша араластырып алатын боламыз. Енді ұнымызға қамыр қопсытқышымызды салып, жаңағы дайын болған массамызға жайымен деп салатын боламыз. Осылай біркелкі болып араластыра бастаймыз. Енді табамызға пергамент қағазын төсеп, дайын болған массамызды осылай төсейтін боламыз. Біз бұны пеште пісіріп алатын боламыз. Пешімізді алдын ала қыздырып алатын боламыз. 180 градуста 15-18 минут пісіреміз. Әркімнің пеші әртүрлі болғандықтан өз пештеріңіздің қызуына қарайтын боласыздар. Осылай жаймен деп барлығын жайып алатын боламыз. Енді үстіне кетчупымызды жағып шығатын боламыз. Оның үстіне сырымызды себеміз. Барлық керек затты описание бөліміне жазып кететін боламын. Ірімшігімізді кішкене алып қалатын боламыз. Шұжығымызды, қызанағымызды орналастырып болғаннан кейін үстіне кішкене себетін боламыз. Осылай сырымызды салғаннан кейін шұжықтарымызды және де қызанақтарымызды қойып шығатын боламыз. Міне барлығын осылай қойып шықтым. Қызып тұрған пеште 15-18 минут пісті менде. Достар, менің арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Міне біздің пиццамыз дайын болып шықты. Өте жұмсақ, әрі дәмді, ортасы да піскен. Керемет болып шықты. Үйдегілерге ұнады. Таңғы асқа балаларға жасап бердім. Сіздер де жасап көрдіңіздер. Ұнайды деген ойдамын. Бір дегенде барлығын тауысып жеп қоятын болады. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған мен, Айдана.